Осы жылдың наурыз айынан келешек білім беру жүйесі іске қосылады. Бұл баланың жоғары біліміне қаржы жинауға бағытталған бағдарлама. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев келешек бағдарламасы туралы заңға 10 қаңтарда қол қойды. Биылдан бастап 5 жасқа толған балаларға келешек жинақтау жүйесі енгізіледі. Келешек жинақтау жүйесі балалардың болашағына инвестиция жасауға мүмкіндік беретін маңызды бастама. Бұл жүйе Қазақстандағы әлеуметтік саясатты жақсартуға және балалардың білім алу мен басқа да қажеттіліктеріне қолдау көрсетуге бағытталған. Жүйе балаға қаржылық тәуелсіздік пен тұрақтылық әкеледі, сондай-ақ мемлекет тарапынан қосымша көмек пен субсидиялар беріледі. Бұл жүйе сіздің қаржылық болашағыңызды жоспарлауға көмектеседі. Қалай жұмыс істейді? Қандай шарттар мен талаптар бар? Бұл видеода осы сұрақтарға жауап табасыз. Каналға жазылыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Болашақ қаржылық жоспарлау туралы көбірек біліңіз. Бағдарламаға баласының Қазақстан мен шетелдегі біліміне қаржы жинаймын деген ниеті бар ата-аналар қатыса алады. Жинақтау жүйесіне қатысу ерікті. Келешек бағдарламасының шарттары қандай? Келешек бағдарламасы аясында ашылған есепшотқа қаржы бірнеше көзден құйылады. Мемлекет 5 жасқа дейінгі балаларға ашылған есепшотқа бастапқы білім капиталын аударады. Оның көлемі 60 айлық есептік көрсеткіш 235.900 теңге, ал ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға 120 айлық есептік көрсеткіш 471.800 теңге көлемінде ақша аударады. Келешек есепшотына ата-ананың бір жылда құятын қаржысы 24 айлық есептік көрсеткіштен 95.000 теңгеден төмен болмауы керек. Яғни айына кемінде 8.000 теңге салып отыруға болады. Шотқа қаржыны бірден аударуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар есепшоттағы қаржыға жыл сайын 5%, әлеуметтік осал топтарға 7%, мемлекеттік сыйақы түсіп отырады. Одан бөлек банктер мен сақтандырушы инвестициялық табысы да есептеледі. Келешек жүйесімен жинаған қаржыны кейін ұлттық қор, балаларға бағдарламасымен түскен ақшамен біріктіруге болады. Осылайша бала мектеп бітірем дегенше шотта қомақты қаржы жинақталады. Видеоны 5 жасқа толған балалары бар достарыңызға жіберіп бір қуантыңыз. Каналға жазылып, болашақ қаржылық жоспарлау туралы көбірек біліңіз.